Құрметті Түркістан облысының тұрғындары мен қонақтары, мына облысымызда жол-көлік оқиғалары жартыдан астамы жылдамдықты асырудан орын алады. Осыған байланысты республикалық маңызы бар жолдарға жылдамдықты асыруды автоматты түрде анықтайтын 10 сергек жүйелер орнатылып отыр. Олардың қазір 5-еуін іске қосуға дайын отырмыз. Яғни 20 сәуірден бастап осы 5 зияткерлік жүйе іске қосылады. Соларды мен ескертіп өтейін. Олар мынау біздің Шымкент-Түркістан тас жолының Қайнар және Шұбарсу елді мекенінің тұсында, Шымкент-Ташкент автожолының Рабат елді мекенінің тұсында, Жетісай жібек жолы автожолының Бесқұбыр елді мекенінің тұсында, сондай-ақ Алматы-Шымкент тас жолының Қарабұлақ елді мекені өтетін көпірдің тұсында орнатылған. Осы аумақтарда барлық осы зияткерлік жүйелердің тұсында тиісті ескерту белгілері орнатылған. Барлық азаматтарды осы жерлерде жол жүру ережелерін сақтап өтуді сұранамыз.